12 жастағы қазақстандық әнші Данэлия Төлешова 25 қарашада Минскіде өткен балалар Евровидениесі байқауында 6-шы орыннан көрінді деп хабарлайды Нұр.kz. Алматылық кішкентай өнерпаз халықаралық байқауда өзіңе сен әнін қазақ және ағылшын тілдерінде орындаған. Қазылар алқасы мен көрермендер дауысының қорытындысы бойынша Данэлия 171 балға ие болған. Ал онлайн дауыс беруде Данэлия 3-ші орынды иеленді. Айта кетейік, балалар Евровидениесі байқауының биылғы жеңімпазы польшалық әнші Роксана Венгель 215 балл. Екінші орынды 203 балмен франциялық өнерпаз Анжелина иеленсе, үшінші орын австралиялық Джаэль есімді әншіге бұйырды 201 балл. Еске сала кетейік, балалар Евровидениесі халықаралық байқауында Қазақстан алғаш рет қатысып отыр. Сондықтан біздің елдің кішкентай күміс көмей әншісі әлі талай белестерді бағындырады деп сенеміз. Данэлия шет мемлекетте ел абыройын қорғап жүрсе, отандық әншілер шет елдің әнін ұрлап жүрген көрінеді. Елімізге танымал жұлдызды жұп Жанболат пен Жазира дуэті Оғыз Доған есімді белсенді азаматты қатты таңғалдырған. Facebook парақшасында елімізге танымал жұлдызды жұп Жазира мен Жанболаттың Сенен басқа атты әнінің түріктің танымал туындысы екенін мәлім еткен Оғыз Доған былай дейді: кеше теледидардан Жанболат пен Жазираның концертін көріп отырмыз. Мен негізі бұл отбасын өте жақсы көремін, өлеңдерін сүйіп тыңдаймын. 4-ші немесе 5-ші орында Сенен басқа өлеңмен шықты. Бұл кісілерден алғаш естуім болса да, өлең бастала салысымен таныдым. Түркияда бала кезімізден тыңдаған өлең ғой, аты Сенден башқа. Қуандым, өйткені бір-біріміздің өлеңдерімізді айтып жүруіміз тек қана тектеріміз емес, талғамдарымыз да бір деген сөз. Бірақ экрандағы жазуды көргенде қатты таңғалдым. Әні Б. Шалабаев, сөзі Ә. Бекарысұлы дейді ғой. Қайдағы Шалабаев? Өлеңнің әні Манос Хадзидакистікі. Интернет мүмкіншілігі кең тараған осындай жаһандану кезеңінде авторлық ұрлық оңай деп ойлайсыздар ма, Жазира ханым? Жанболат мырза, Б. Шалабаев мырза, деп жазбасын аяқтады Оғыз Доған.